бұзылған дүние бізге дейін. Жолының бойына жаңа үй салып тастаған, темір жолдардың біраз бөлігін ұрлап кеткен. Енді осылай жата берсе де болатын еді ол. Оны істеу вообще мүмкін емес. Мысалы, басынан қайтып қалпына келтіру үшін содан кейін развязка салынды. Ол жерден көпір салу керек. Үлкен жол қаншама миллиард кетеді. Мысалы, елдер шықпайды пойыздар, да, вагондар. Мынау темір жолдардың өзін бөлек істеу керек. Оны қазір басынан істеу көп миллиардты жұмсап, тиімсіз деп ойлаймын. Сол себептен бір шешім қабылдадым. Мына жерде ені 5 метр, ұзындығы осы. Мына станциядан келесі станцияға шейін сіздермен жүріп өтейік. Сол жерге дейін 5 метрлік жол саламыз. Жартысы жаяу жүргіншілер үшін, жартысы велосипед айдау үшін. Соны бірге өтейік сіздермен. Қазір көрдіңіздер ғой, топырақ төсеп жатыр. Анақта не болады сонда? Осы жол жалғасады ғой. Вы сами там... Нет, мы как жители еще отдельно сделаем, но имеется в виду... Ну, чтобы вид не портило, да? Да. Нет, аккуратно сеточка. А так, такие ограждения из цепи мы сделаем. А как вам, в принципе, идея? Идея отличная, потому что здесь много лет было заброшено. Мы здесь уже давно живем, здесь именно в нижней части Наурыза. Заброшено, люди ходили разные, да, то есть и разный контингент людей ходил, порой ночью даже опасно было выходить за дом. А сейчас идея очень отличная, тем более вот мы с ребенком гуляем часто, да, отличная идея. Спасибо большое. Имя, фамилия ваша? Айдархан. Самому сделать, да, под свой вкус, я так понял, да? Чтобы в целом ансамбль менять, да? Я более чем согласен. Спасибо, наоборот, за понимание. И нам лишь бы дорожка была. 4 метра мы выдержали. Раньше істеген бұл кісінің. Қандай керемет ограждение, қанша еңбек істеген. Осы кішкентай адамдардың жүретін, бірақ осы шөп талдардың бәрін қалдырып, мына ретке келтіріп, ішін тазалап, ар жағында забор бар екен, заборды ашып уже стадионымызды қосып жібереміз. Анау пойыздардың бәрін қалпына келтіріп, сол жері музей сияқты істеп қоямыз, экспонат өзі тұр ғой орында. Мынау станцияның екі ғимараттардың кішкентай астында бар. Осыны қаланың жаңағы белгілі кофейнялар бар, сол кісілерге береміз деп ойлап отыр. Управлениеге беріп, өздері қалыпқа келтіріп, кофесі да, сусыз да ондай жер керек қой. Екінші станциясында солай істейміз. Негізі бәрін басқаруға берсек, сол дұрыс емес пе? Адамдар өзінің табысын табады ары қарай. Халыққа да жақсы болады.